Bismillah, alhamdulillah, ва салату вассаламу аля расулилlah. Қараңыздар. Енді біз алқымның ортасына келдік. Хамза, хан өттік. Енді ортаңғы алқымнан қандай әріптер шығады? Айн, ха. Айнға тоқталайық. Айнның бойында қандай қателіктер кетуі мүмкін? Бірінші кетуі мүмкін қателік. Ал-ахтау лати тахтусу асна'a нутқихи, яғни дауыстау кезінде пайда болатын қателер. Бірінші нутқуха, айнның бойында болатын қателіктер ғой. Біріншісі нутқуха бисаутин аимин ашбаха бил алифил муфаххама. Жалпы осы айнды дауыстау кезінде дейді, жуан алифке ұқсас бір жуан дыбыспен не істеу? Айнды дыбыстау. Яғни айнды дұрыс шығарамайды да, сондықтан бір аға ұқсайтын а деген сондай бір дыбыспен айта салады. Мысалы набуду десе, набуду, набуду. Түсінсіз? Набуду деген айтамайды да, набуду десе. Ияка набуду ва ияка настаин, настаин. Түсінсіз ғой? Набуду десе алу қате. Сондықтан набуду деп дұрыстап айтуымыз керек. Екінші қателік батру саутиха инда нутқиха сакинатан. Айн сукунды болған кезде, яғни сукунды болып тұрған кезінде дыбыстайтын болсақ, дыбысын үзіп тастайтын болсақ, қате екен ол да. Мысалы, сукунды айнды үзіп тастап оқу қате. Қалай? Дыбысын үзіп тастау деген былай. Я'малун, я'малун, я'малун. Түсінікті ме? Дей салу. Оның рахауа сифаты қайда бойындағы? Рахауа емес, жаңа бәйния сифаты. Я'малун, я'малун. Мысалы, я'малун дей салады. Қысқа ғана. Бұл да қате. Енді үшіншісі тафхимуха. Жуан қылып оқу айнды. Жуан қылып. Қалай? Асау, асау да айтатындар бар. Асау, асау, асау деп оқу керек, асау. Енді қасында жуан әріп келгендіктен кейде жуанға оқып кетеді айнды. Олай оқымау керек. Жіңішке әріпті жіңішке, жуан әріпті жуанға оқу керек. Төртінші қателік нутқуха шибхал хамза. Яғни айнды хамзаға ұқсас дыбыспен дыбыстау. Ол да қате. Хамзаны хамзаға ұқсайтын бір дыбыспен дыбыстау қате болып тұр. Мысалы, бұлай. Валлаху я'ламу ва антум ла та'ламун. Та'ламун. Бір хамза сияқылды бұлай қарасаңыз. Валлаху я'ламу ва антум ла та'ламун дейді. Та'ламун дегенді. Түсінікті ма? Та'ламун дегенде та'ламун дей салады. Сукунды хамза қылдырып дыбыстай салады. Енді екінші әріп алқымның, сол ортаңғы алқымнан шығатын екінші әріп қандай? Ха. Хаға тоқталайық. Бірінші ибдалуха хаан ау хаан инда гайрил араб дейді. Жалпы араб емес адамдар ханы не істейді? Көбінесе хаға немесе хоға ұқсатып оқып жатады дейді. Ол да қате. Түсінікті ғой? Мысалы, әл-хамду дегенде қалай оқиды деген кейбір? Әл-хамду. Ха қылып. Кейде хо қылып оқиды. Әл-хамду. Әл-хамду немесе әл-хамду. Әл-хамду лиллахи раббил аламин. Бізде де көп ағайындар осындай ханы дұрыс дыбыстай алмағаннан кейін біздегі хат дегендегі хға ұқсатып оқып жатады. Әлхамду лиллахи раббил аламин деп. Ол қате. Екінші қателік ханның бойында болатын, ол дуафу хамсиха фи наху. Яғни хамс сифатын шығармау. Мысалы қалай? Ар-рахманир-рахим, ар-рахманир-рахим, ар-рахманир-рахим. Ана бір жахыр қылып оқылуға айтқанда. Хамс бойынан дыбыс шығады. Дыбыстаған кезде ауа шығады. Ар-рахманир-рахим. Рах
ар-рахманир-рахим. Соны қысқартып не қылып оқу? ар-рахманир-рахим деп қысқартып жахр қылып оқу қате. Үшінші қателік адаму баяниха ва хассатан ин жаварат айнан. Әсіресе қасында айн әрпі келген кезде, ханың қасында айн әрпі келген кезде ханы дыбыстамай қою дұрыс. Яғни адаму баяниха дыбыстамай қою қате ойысып тұрады. Üçüncü kaydıydı. Үшінші жаңағы қасында әсіресе айн әрпі келген кезде ханы дұрыс дыбыстамау. Мысалы Құранда келеді фасфa'анхум деп салып түсінсіз ба? Фасфa'анхум дегенде фасфa'анхум естімейді, ханы шығармайды. Бейне бір айн шәддәл болып кеткен сияқты оқи салады. Фасфa'анхум деп. Түсінсіз ба? Фасфa'анхум. Өйткені енді айн мен ха бір жерде келіп тұр ғой, көршілес қой. Сондықтан шатысып көрші үйге кіріп кетпеу керек та. Түсінікті ғой, иә? Ханы дұрыс оқу керек. Ханы бөлек, айнды бөлек оқу керек. Фасфa'анхум. Жақсы? Міне осындай ортан қалпымнан шығатын екі әріптен пайда болатын қателіктер осындай. Олардан аулақ болуымыз керек.